Сәлем достар, бүгін сіздерге Pinduoduo сайтымызға қалай покупка жасайтыныңызды көрсететін боламын. Алдында қалай поиск жасауды көрсеттім, сол арқылы керек заттарымызды өзімізге тауып покупка жасайтын боламыз. Мысалы үшін өздеріңізге ұнаған заттарыңызға покупка жасай берсеңіздер болады. Қазір сіздерге бір затты заказ беріп көрсететін боламын. Так, мынаны көрейге. Өзіне осындай посудалар ұнап жүреді. Онда 5 дейді мына. Мына жерде видеосы көрсетіледі. Және де бұрышында көріп тұрғандарыңыздай. Астына қарай түссеңіздер, мінекей живой суреттер көрсетілген. Мінекей адамдар алғаннан кейін қалай қолданылғандары, мінекей живой суреттер көрсетіліп тұр. Так. Бізге қандай цвет ұнайды? Маған мына цвет ұнап тұр, негізіше. Бұл 26,8 юань дейді. Кішкене қымбаттау екен, бірақ әдемі екен. Ұнап тұр маған. Қазір сәл арзанырегін заказ беріп көре берейік. Бағанағы мынау жерде көрген заказ беруге осылардан мынау 15,8 бен 10,5 деген юань деген тұр астында қызылдар ше. Соны бассаңыздар, 10,5 деген бірігіп алғандағы бағада осындай арзан келеді. Ал жеке өзіңіз алатын болсаңыз, 15,8 кішкене қымбаттау аласыз. Мен 10,5 таңдап көрейін. Ал мына жерде бізде бұрышта 10,15 деген сан тұр ғой, осыншама адам заказ беріп алынған деген сөз ол. Так, 10,5-ті басайық. Бізге бір штук па? Әлде мына жерде астында мыналар тұр, мінекей, мен басып жатырмын. Осыны бассақ, бұл 46,8. Общий суммасы осындай екен. Жаңа бір штугын өзі 10,5 деген. Маған осы цвет ұнап тұр. Розовый, ақты заказ етіп көрейік. Ақты. Мына жерде плюс пен минус деген сөз қанша штуктан алдырасыз? 1, 2 осылайынан бағаларда қосылып кете береді. Сразу көрдіңіздер ғой, өзгеріп жатыр. 3 немесе азайтсақ, қайтадан бір маған біреу ғана жетеді. 46,8 деген юань бізде Қазақстанмен 65 па? Қанша бізде? Google'дан көру керек. Бізде Қазақстан теңгемен қанша болып тұрған? Где-то бір 3 мыңдай болады. Осыларды баса берсек, мына жерде тек қана біреу 10,5-ге. Мына жерде штуктап алынулар тұр. Маған мына цвет, осы ақ цветті заказ береміз. Қазір көрейік жақыннан, мінекей. Размерлері осындай, көрсетілген түрлері осындай. Мен осын заказ беріп жатырмын, осыдан 3 штук. Осының өзі 46. Так, мына емес, мына. Осыны басатын боламын. 46,8 юань екен. Кетті. Бізде мына жерге код шығады. Басында біз картамыз енгізген кезде 6 номер қойдық қой, сол 6 номерді қазір осы жерге енгізетін боламыз. Сіздер заказ берген сайын осы жерге сол 6 номерді енгізіп тұратын боласыздар. Оны ұмыт қалмайтындай сан болу керек деген едім. Мінекей, менде покупка жасалынды деп Каспий Голдқа келді. 48-де 20 несімен бірге алып тұр. Доставкасымен бірге ақшаны алып тұр. Бізде болды, енді назад басып шыға береміз да. Енді осы затымызды қай жерге келіп тұрғанын біз қайдан білеміз. Оны мен сіздерге келесі сабақта көрсететін боламын. Каналға тіркеліп, подписация жасап, лайк басып, комментарий жазып, пікірлеріңіз қалдырып кетіңіздер. Сұрақтарыңыз болса, комментарийға астына жаза беріңіздер. Мен сіздерге міндетті түрде жауап беретін боламын. Сабақ сіздерге түсінікті болды деген ойдамын.